Баршаңызға сәлем, сіздермен Арай. Бүгін құрма жайлы пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Құрма қайда өседі? Құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс. Тігінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарда өседі. Құрма өсіру шаруашылығымен көбіне Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр, Судан сынды мемлекеттер айналысады. Аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтарының түбімен бүртіктеліп, өріліп өседі. Төбе жағындағы әдемі шашақты жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Құрма отырғызғаннан кейін 4-5 жылдан соң барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 келіге дейін жететін бір шоғырына 1000-нан аса жеміс бітеді. Әр ағашынан 40-80 келі жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді. Құрма қандай ауруларға ем? Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Мәселен, Израильде жүргізілген зерттеуде құрма мен алма салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды конфеттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен, құрма түрлі жағдайда адам ағзасына ем. Біріншіден, құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Екіншіден, бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе, ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді. Үшіншіден, құрма көз жанарының көру қабілетін жақсартады. Сәбіздегідей оның құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Төртіншіден, егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Бесіншіден, құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланады. Алтыншыдан, шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері де көп. Жетіншіден, құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Сегізіншіден, құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Тоғызыншыдан, адамды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. Оныншыдан, құрамында А, Е, Б дәрумендеріне де бай. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. 11-шіден, жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. 12-ші, сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы, құрамында микробы жоқ жеміс. 12-ші, құрма сүйектерін үгітіп кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. 13-ші, сонымен қоса құрманы жатардан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. 14-ші, жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып және де физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі басталады. Сондықтан жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтар жеуі тиіс. 15-ші, калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға миға қажетті оттегіні алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. 16-шы, ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. 17-ші, құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді, қаназдықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады.